Сәлеметсіздер ме оқушылар? 2 сынып математика пәнінің 83-ші сабағы. Өзіңді тексер. Сабақтың тақырыбы көбейту және бөлу есептер. Оқушылар, біз осы уақытқа дейін әртүрлі арифметикалық амалдары бар өрнектердің мәнін табуды, көбейту мен бөлудің компоненттері арасындағы өзара байланысты анықтауды, санға көбейту кестесін құруды және оны есептеулерде қолдануды, ақша мен әртүрлі әрекеттер орындауды, көбейту және бөлу амалдарына берілген есептерді шығаруды үйрендік. Олай болса оқушылар, бірінші есепті бірге шығарайық. Өрнектердің мәнін тап. 200 көбейту 3 тең 600. 57 азайту 39 тең 18. 300 бөлу 5 тең 60. 64 қосу 27 тең 91. 200 бөлу 4 тең 5. 100 көбейту 3 тең 300. 23 қосылған 57 тең 80. 84 азайту 26 тең 58. Келесі 45 пен 30-ның қосындысына 15 пен 10-ның қосындысын қоссақ 100 шығады. 35 бөлу 5 тең 7. 7-ге 7 көбейту 4 тең 28-ге тең. Шақшаң ішіндегі 33 пен 14-дің қосындысына 26-ны қоссақ 73-ге тең. Келесі екінші есепте тапсырмаларды орында. А нұсқасында бөлінгіш 28, бөліндінің мәні 4. Бөлгішті тап дейді. Оқушылар, біз бөлгішті табу үшін 28-ді 4-ке бөлеміз, тең 7 шығады. Келесі А нұсқасында 9 пен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні неге тең дейді. 9 пен 5 санының көбейтіндісі 45-ке тең. Келесі Б нұсқасында 27 мен 3 сандарының бөліндісінің мәні неге тең дейді. 27-ні 3-ке бөлеміз, тең 9 шығады. Келесі В нұсқасында 4 санын 5 есе арттырса қандай сан шығады дейді. Ол үшін біз 4-ті 5-ке көбейтеміз, тең 20 болады. Келесі Г нұсқасында 18 санын 2 есе кемітсе қандай сан шығады дейді. Демек біз 18-ді 2-ге бөлеміз, тең 9 шығады. Келесі үшінші есепте 9, 5 және 45 сандарын пайдаланып 4 тура теңдік құр дейді. Ол үшін ең алдымен 9-ды 5-ке көбейтеміз, тең 45 шығады. Келесі 5-ті 9-ға көбейтеміз, тең 45. Ал енді бөлу амалымен орындайтын болсақ, 45 бөлінген 9 тең болады 5-ке тең. 45-ті 5-ке бөлсек, тең 9-ға тең. Төртінші есепте көбейту кестесін пайдаланып өрнектердің мәнін тап. 7 көбейтілген 2 тең 14-ке тең. 9 көбейтілген 5 тең 45-ке тең. 7 көбейтілген 2 тең 14-ке тең. 5 көбейтілген 9 тең 45-ке тең. 14 бөлу 2 тең 7-ге тең. 45 бөлу 9 тең 5-ке тең. 14 бөлу 7 тең 2-ге тең. 45 бөлу 5 тең 9-ға тең. Келесі 5-ші есеп көбейтіндіні бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, және олардың мәнін тап. 30 көбейту 2 тең 30 қосу 30 тең 60-ға тең. Яғни 30 көбейту 2 дегеніміз 30-ды өзіне 2 рет қосу. Келесі 40 көбейтілген 2 тең 40 қосу 40 тең болады 80-ге. 200 көбейту 3 дегеніміз 200-ді өзіне 3 рет қосу. Яғни 200 қосу 200 қосу 200 тең 600. Келесі 100 көбейту 5 дегеніміз 100-ді өзіне 5 рет қосу. Яғни 100 қосу 100 қосу 100 қосу 100 қосу 100 тең 500. Келесі 300 көбейту 3 дегеніміз ол 300-ді өзіне 3 рет қосу. Яғни 300 қосу 300 қосу 300 тең 900-ге тең. Келесі 200 көбейту 5 дегеніміз 200-ді өзіне 5 рет қосу. Яғни 200 қосу 200 қосу 200 қосу 200 қосу 200 тең 1000-ға тең. Келесі 6-шы есептерді шығар. А нұсқасында 3 қораптың әр қайсысында 5 кәмпиттен бар. Осы қораптарда барлығы қанша кәмпит бар? Олай болса есебіміздің берілісі, яғни шарты қорап 3, әр қайсысында 5 кәмпиттен бар. Енді барлығын табуымыз керек. Барлығы белгісіз. Есебіміздің шешуі 3 көбейтілген 5 тең 15. Есебіміздің жауабы барлығы 15 кәмпит бар.
Келесі ә нұсқасында 12 алма 3 тәрілкеге тең бөлініп салынды. Әр тәрілкеге қанша алмадан салынды дейді. Есебіміздің берілісі алма 12. Ал бөлінді 3 тәрілкеге. Енді біз әр тәрілкедегі алма санын табуымыз керек, яғни белгісіз әр тәрілкеде. Есебіміздің шешуі 12 бөлінген 3 тең 4. Есебіміздің жауабы әр тәрілкеге 4 алмадан салынған екен. Келесі 7-ші есеп амалдарды орында. 500 теңге қосылған 200 теңге тең болады 700 теңге. 20 теңге азайту 5 теңге тең болады 15 теңге. Келесі 30 теңге қосылған жақшаның ішінде 100 теңге азайту 70 теңге. Тең болады 30 теңгені қосамыз. Жақшаның ішіндегі 100 теңгеден 70 азайтсақ 30 шығады. Яғни 30 теңгеге 30 теңгені қосамыз, сонда 60 теңге. Келесі 80 теңге азайту жақшаның ішіндегі 50 теңге қосылған 20 теңге. Тең болады 80 теңгеден 70 теңгені азайтамыз, тең 10 теңге шығады. 8-ші есеп, есепті шығар. Сәкен дүкеннен сурет дәптерін сатып алды. Ол сатушыға 200 теңгелік 2 монета берді. Ал сатушы оған 100 теңге қайтарды. Сурет дәптері неше теңге тұрады? Есебіміздің шарты: Сәкен дүкеншіге 200 теңге және 200 теңгелік 2 монета берді. Сатушы оған 100 теңге қайтарды. Енді біз сатып алған дәптері белгісіз, соны табуымыз керек. Есебіміздің шешуі 200 теңге көбейту 2 азайту 100 теңге. Тең болады 200 теңгені 2-ге көбейтсек 400 теңге, яғни 400 теңгеден 100 теңгені азайтамыз. Тең болады бізде 300 теңге шығады. Есебіміздің жауабы сурет дәптері 300 теңге тұрады. Осымен оқушылар, сабағымыздың соңы.